Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сникерс пирогының рецептісімен бөлісетін боламын. Өте дәмді, жасалуы оңай. Менімен бірге жасап көріңіздер және лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Қамырына қажет заттар: ұн, какао, разрыхлитель, қант, сары май, жұмыртқа. Алдымен сары майымызға қантымызды, жұмыртқамызды қосып, біркелкі етіп, жақсылап араластырамыз. Сосын ұнымызға разрыхлитель какао қосып, араластырып, массамызға електен өткізіп, жұмсақ қолға жабыспайтын қамыр илейміз. Қамырымыз қолымызға жабысып жатса, кішкене ұн себелеп жіберіп, елесек болады. Қамырымызды тоңазытқышқа 20-25 минутқа қоямыз. 20-25 минут тұрған қамырды тоңазытқыштан алып, формамызға біркелкі етіп, орналастырып, бортик жасаймыз. Сосын салмасын дайындаймыз. Вареный сгущенкаға арахис қосып араластырамыз. Егер сіздер сатуға немесе қонаққа жасап жатсаңыздар, дептің сгущенкасын қолданғандарыңыз дұрыс. Егер өздеріңізге жасасаңыздар, обычный сгущенка қолдануға болады. Дайын болған соң қамырымыздың үстіне біркелкі етіп қосып жаямыз. 180 градуста қызып тұрған пеште 30-35 минутта пісіріп аламыз. Пирогымыз піскеннен кейін толықтай суытып, үстіне ганаш дайындаймыз. Сары майымыз бен шоколадымызды ерітіп, үстіне жаңғағымызды қосып, пирогымыздың үстіне біркелкі етіп, жағып шығамыз. Менімен болғандарыңызға рахмет, қош сау болыңыздар.